Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен бірге сметанник пирогын жасайтын боламыз. Бұл пирог өте дәмді әрі нәзік пирог болып есептеледі. Ендеше жасалу жолын мен бөлісейін. Алдымен ұнымызды електен өткізіп, сонан соң үстінен бірте-бірте құрғақ өнімдерімізді саламыз. Алдымен қантымызды, сонан соң қопсытқышымызды салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен холодильниктен шығарылған сары майымызды осылай ұнға малып отырып, теркадан өткіземіз. Сонан соң ұнымыз бен сары майымызды қолымызбен видеодағыдай мыжғылап, араластырып, біріктіріп, ұнтақтар пайда болады. Сол ұнтақтардың үстінен бір жұмыртқамызды жарып, ары қарай қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды салафан мешокқа салып, 15 минутқа тындыруға холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз тынып болғанша біз начинкасын дайындаймыз. Қаймақтың үстінен қантымызды салып, ванилин саламыз және де жұмыртқамызды жарып салып, барлығын венчикпен араластыратын боламыз. Ешқандай миксерді қажет етпейді. Начинкамыз дайын болды. Енді манағы холодильниктегі қамырымызды шығарамыз. Оқтаудың көмегімен жайып, сметанник пирогымызды пісіретін формамызға орналастырамыз. Песочный тесто болғаннан кейін осылай жарылып ысылады. Ешқандай да зияны жоқ. Соңыра формаға салғаннан кейін қолымызбен тегістей саламыз жандарын. Мен астынан пергамент қағазын төседім. Ешқандай да майламадым. Не осылай қолымызбен жан-жағын тегістеп аламыз. Енді дайын болған қамырымыздың үстінен начинкамызды құямыз. Алдымен пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пешімізге пирогымызды салып, уақытын қарай отырып пісіріп аламыз. Пирогтың ортасына таяқшамызды тығып, піскен-піспеген білеміз. Мен әдемілік үшін осылай шоколад пен сары майды ертіп алдым. Егер де шоколад пайдалансаңыздар, молочный шоколад пайдалануға кеңес беремін. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеуге болады. Назарларыңызға көптен көп рахмет, ас болсын, жасап көруге кеңес беремін.